Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қатпарлы самса жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге самсаға қамыр илеу үшін 150 грамм су керек, уксустан 1 чайный ложка керек, 10 грамм тұз керек, 2 столовый ложка майонез керек, және 300 грамм алдын ала електен тұздың ұн керек. Осының бәрін араластырып қамыр илейміз. Бірінші тұзым сап алам. Сосын суымды құям. Майонез салам. Bir çayný ложка уксус құям. Бәрін араластырам. Майонез жақсы араласқаннан кейін уксус бізде қамырға қытырлақ болу үшін керек. Негізі самсаның қамырының секреті осы уксуста. Онымызды біртіндеп салып, жайлап қозғаймыз. Қамыр қатты болмау керек, қатты жұмсап қалмау керек, орташа болу керек. Жайғанда әдемі болатын. Осылай жайлап біртіндеп салып, кейін қолдың көмегімен илейміз. Қамыр міне. Жұмсақ болу керек. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Еуі әдемі қанған. Қамырымызды зуалап алдық. Енді шамал оқтаудың көмегімен жайлап шығарғанша осылай қамырды оқтауға орамай дөңгелетіп айналдырып жаямыз. Қамыр жайған кезде екі шетін басып жаю керек, ортасын баспау керек. Осылай әзір оқтауға орамайым. Әзір қолмен айналдырып отырып жаям. Одан кейін сәл шығарғаннан соң барып оқтауға орап жаям. Міне осылай әдемі бір келгі қамыр болады. Екі шетін басып отырып жаю керек. Ортаға салмақ салмау керек. Қамырымызды соңына дейін жайып алғаннан кейін оқтауымыздан алып май жағатын боламыз. Май менде 250 грамм сары май. Маргарин жақсаңыздар да болады, сары май жақса жақсы болады. Сары майдың дәмі әдемі болады. Осылай тегіс суаламыздың бәріне жайып аламыз. Майды қатты ерітіп жібермеу керек. Комнатный температурада осы мен қалай көрсеттім. Қоймалжың болып жағылса, біз ораған кезде ол май сыртына шығып кетпейтін болады. Жақсы сіңетін болады қамырға. Қамырымызға майымыз жағылғаннан кейін өстіп рулетқа ораймыз. Қайырып, одан өстіп дөңгелетіп салқын жерге 1 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Самсаға салынатын салмаға бізге 300 грамм асқабақ, 3 пияз, 200 грамм тартылған ет керек. Осылардың бәрін араластырып, дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Тартылған етімізді табаға азғантай май құйып, қуырып аламыз. Мен негізі өзім қуырып жасаймын, сіздер қуырмай салсаңыздар да болады. Шамал ғана қуырам, қатты қуырмайым. Сосын үстіне пияз салам. Етіміздің пиязым шамал қуырғаннан кейін асқабақты салып, асқабақты қуырмайым, әшейін салып араластыра салам. Сөйтіп салмамыз дайын болады. Енді қамырымызға салып бүге беруге дайын. 1 сағаттан кейін холодильниктен тестамыз шығар, осындай кішігірім бөліктерге бөліп дайындаймыз. Осылай бәрін бір келіп бөліп аламыз. Сосын оларды оқтаумен жайып
күлчеге қыламыз. Қамырымыздың кесілген орама жағын үстіне қаратып осылай жаямыз. Дайын салмамызды енді қамырымызға осылай салып, қамырымызды бүгеміз. Қамырдың бірінші бір ұшын осылай бұрыштап қысамыз да, арт жағынан әкеп осылай үшбұрышты ретінде бүгеміз. Негізі үшбұрышты болмайды, сопақша келген тамшыға ұқсап тұрады. Бүккен қамырларын осылай табаға төңкеріп, бүккен жанасына қаратып салам. Табаға самсаның бәрін салып алғаннан кейін 2 жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып аламын да жағып шығамын беттеріне. Жұмыртқа жақсақ әдемі қып-қызыл болады, бет жылтыр болады. Бәріне жағып шығамын. Негізі жұмыртқаға бір қасық сүт қоссаңыздар да болады. Менде бүгін сүт болмағаннан кейін жұмыртқаның өзін жағып жатырмын. Жұмыртқаны жағып алғаннан кейін өстіп күн жуып себем. Сосын 180 градуста алдында қызып тұрған пешімізге 35 минутқа салып пісіріп аламын. Самсамыз міне пісті, қып-қызыл боп, иісі деген керемет. Екеніңізді көріңіздер. Самсамыз тәрілкеге сап алдым. Менде едеген қамырдан 2 лист шықты. Бірін сопақша қылып бүктім, бірін домалақ қылып бүктім. Қазір мен сіздерге ішін үзіп көрсетемін. Түрі деген әдемі болып тұр. Міне қытырлап тұр. Қазір ішін үзіп көрсетемін. Достар, егер де сіздерге менің самса жасаудағы рецептім ұнайтын болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне қатпарлы болып, қамырының өзі әдемі болып тұр.